Рас па, бар мәселе өзіңде шығар. Бұл жайлы ойландың ба? Жоқ, өйткені мендей байғұс ешкіге ешкім көмектескісі келмейді. Иә, енді өзімді тыныштандыруым керек. Тыныс ал. Мына жерден шығу керек. Мә, мұнауың дәу ғой. Өткір бірдеңеге құлаған сияқтымын. Ешкі! Кешір, кінәлімін, кешір, мен кешір. Абайла бұзақы сені өлтіре жазады. Құдайым сақтай көрсен дәусің ғой. Тыңда, Лупе дедің бе? Үлкен бір түсініспеушілік болды. Маған расында көмегің керек. Тұра тұр. Менен көмек керек бе? Иә, сөйтсең жақсы болар еді. Бұл менің битпен алысқан бүкіл өмірімдегі арманым ғой, мырза. Рас ба? Иә, рас. Иә, рас. Білесің бе, әлемдегі ең мықты тыныштандырғыш ешкі емес. Қойш. Менің шын арманым мықты жаттықтырушы болу. Жақсы. Мына бұлшық етті қара. Тоқта. Бұқаның ішінде екі бұқа шығып отырғандай көрінеді. Енді жаныңнан көрейік, қане, өте жақсы көрінеді. Келбетіңде еш мін жоқ. Апаңа бұл ұнайды, апаңа бұл ұнайды. Ау! Рефлексің нашар, көп жұмыс істеу керек. Нені айтып тұрсың? Қандай жұмыс? Ау! Сені бұқалар сайысына дайындап жатырмыз, достым. Сол үшін келмек бедім. Жоқ, тыңдаш, менің үйіме қайтуым керек. Сенің үйің осы. Өзің таңдадың. Сенің табиғи дарының мен менің жаттықтырушылық қасиетімнің арқасында мақсатымызға жетеміз. Жоқ, бұлай мүлде болмай. Ой, өтірік майса бермеш. Тұтас қыстақты талқандаған бұқа емес. Жоқ, бәрі байқаусызда болды. Шынымен баланы жедің бе? Сен шынымен соған сендің бе? Өтірік дейсің бе? Қызық. Әрине өтірік. Мүлдем олай болмады. Ол мақта тура тастай. Тезірек басқа жігіттер көрсекен, олар бірден жіберіп қояр. Жоқ, Лупе, тоқта, бұлай етуді керек. Сәлем, жігіттер, қалайсыңдар? Лупе келіп қалды. Бишара Лупе! Рас па? Бишара болғам енді олай емес. Бәріңді жаңа бұқамен таныстырайын. Мынау құбыжық ал жаттықтырушысы мен. Сондай-ақ мен ең жақын, әрі ең қымбат досымын. Айтпақшы атың кім еді? Фердинанд, бұл сен бе? Хей, бұл есектің аты емес пе? Оған шын атыңды айтшы. Иә, бұл мен, Фердинанд. Сәлем. Тұра тұр, мұналарды танисың ба? Кішкентай Фердинанд. Еңгезердей болыпсың. Сені жарым естегеніме өкіне бастадым. Уайымдама көтерем. Ренжімейм. Саған не беріп өсірген? Сәлем. Гуапо? Дәл солай. Сол баяғы мен. Түсіндім. Бізді мұқату үшін қайтып келдің бе? Солай ма, достым? Тыңда мені. Еңгезердей тұлғаң мені қорқыта алмайсың, оқтың ба? Апа. Мен